Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Тойғұлиева Сәуле Немесбековна. Мен 1972 жылы 26 мамыр күні Жамбыл облысы Талас ауданы Жданов совхозында дүниеге келдім. Отбасымда 3 ұлдың аяулы анасы, 4 немеренің апасымын. Қазіргі таңда Жамбыл облысы Талас ауданы Тамды ауылындағы Ахнет бөбекжай бақшасында тәрбиеші қызметін атқарамын. Еңбек өтіліме 15 жыл. Педагогикалық санатым педагог-модератор. Мен мектепке дейінгі ұйымның Еркетай тобының 2-3 жас кіші топтың балаларының дамуына ойын арқылы үлес қосып жатырмын. Менің алға қойған мақсатым балалардың жан-жақты дамуына қолайлы жағдай жасап, елдің ертеңі болатын білімді, саналы, шығармашыл етіп тәрбиелеу. Тәрбиеші болу мен үшін жай мамандық емес, бұл жүректің қалауы, балаға деген мейірім мен жауапкершілік. Тәрбиеші балажанның бағбаны. Бағбан ағаштың әр бұтағын қалай өсірсе, тәрбиеші де баланың мінезін, ойын, бойындағы қасиеттерін солай қалыптастырады. Мен өз тәжірибемде сенсорика, танымдық, шығармашылық ойындарды жинақтап, оны күнделікті қолдануымның арқасында жақсы нәтижеге жетіп келемін. Мен тобымдағы бүлдіршіндер небәрі 200 жас болса да, мен баланы ойын арқылы тәрбиелеу мен білім беру балалар үшін өте қызықты және тиімді екеніне көзім жетті. Жұмысымның оң нәтижелі болу үшін балалардың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіре отырып, әжелер мектебі, әкелер мектебі, аталар мектебін өткізіп отырамын. Бұл балаларға ұлттық тәрбие мен салт-дәстүрді үйретіп, әлеуметтік қасиеттерін дамытады. Ақырын жүріп, анық бас еңбегін кетпес далаға. Абай атамыз айтқандай, тәрбиеші мамандығы ізденушілік пен жауапкершілікті талап етеді. Мен әрдайым өз білімдерімді жетілдіріп отырамын. Курстарға, семинарларға, вебинарларға қатысамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.